Армысыздар, құрметті әріптестер. Менің есімім Жұматаева Мадина Сәкенқызы. Мен педагогика ғылымдарының магистрымын. Биология пәнінің мұғалімімін. Мен сіздерді өзімнің авторлық курсыма шақырамын. Курстың тақырыбы жаңартылған білім беру мазмұны контекстіндегі кері байланыс пен критериалды бағалаудың тиімді әдістері деп аталады. Біздің курсымыздың мақсаты педагогтарда нәтижені тіркеп қана қоймай, оқушыны ынталандыратын және оқу жетістіктерінің сапалы өсу құралына айналатын бағалау жүйесін жобалау бойынша практикалық құзыреттілікті қалыптастыру. Курстың міндеттері: бірінші, әдістемені талдау, критериалды бағалау философиясын және оның дәстүрлі жүйелерден айырмашылығын терең зерттеу. Екінші, құралдарды игеру, бағалау процесін мөлдір және объективті ететін дескрипторлар және критерийлер әзірлеуді үйрену. Үшінші, кері байланыс техникаларын енгізу. Іс жүзінде оқушыны тартатын фидбектің әртүрлі модельдерін зерделеу және пысықтау. Төртінші, процестерді автоматтандыру. Цифрлық құралдардың үлгірім туралы деректерді жинауды жеңілдетіп, мұғалімнің уақытын үнемдейтінін көрсету. Бесінші, практиканы өзгерту. Мұғалімге сапалы қалыптастырушы бағалау арқылы төреші рөлінен ментор рөліне өтуге көмектесу. Курстың мазмұны қандай? Біздің курс 4 модульден тұрады. Бірінші модульде біз жаңартылған білім беру жүйесі деген не, қандай нормативтік құқықтық база бар деген сұрақтарға жауап іздейміз. Екінші модульде біз Блум таксономиясымен танысамыз және өзіміздің пәнімізге қажетті нақты және өлшемді критерий мен дескриптор жасауды үйренеміз. Үшінші модульде біз кері байланыстың не екенін білеміз және оқушыларымызға өзін және өзгені бағалауды үйрететін дағдыларды қалыптастырамыз. Төртінші модульде біз цифрландырумен танысамыз және кейбір жасанды интеллекттің түрлерімен де танысатын боламыз. Құрметті әріптестер, назарларыңызға рахмет. Курста кездескенше сау болыңыздар.